Саламатсыздар ма? Мен сіздерге Ерсак компаниясының хит өнімі массажный крем туралы ақпарат бергім келеді. Массажный крем 200 мг және 100 мг жүреді. Бастапқы ингредиент ол бізде ментол мен ромашка. Осы екі өнім бізге өте жақсы нәтижелерді береді. Енді ары қарай басқа жазылғандарды оқып танысатын болсаңыз, оның көбінесе ол қоспалар түсін, қоюлығын, жаңағы сұйықтығын шығаратын өнімдерден құралған. Негізгісі ромашка мен ментол жүреді. Массажный кремнің мынандай артында жазылған белгілері бар. Бұл белгілер мынандай треугольник 4-1-3, ол мына өнім қайтадан өндіруге болады деген сөз. Яғни пластикті қайтадан өндіруге жіберуге болады деген сөз. Мынандай стрелка ақ пен қара айналған, ол осы компания жаңағы табиғатты, қоршаған ортаны қорғауға өзінің қаражатын бөледі деген сөз. Келесі ашық крышка. Ашық крышка бұл өнім ашылғаннан кейін 12 айға жетеді деген сөз. Басқа өнімдерде 12 ай, 8 ай, 6 ай, 18 ай әртүрлі сандар тұрады, ол сол айдың белгісі. Ал негізгі срок мына шыққан датадан 3 жылға дейін жүреді, егер ашылмаған болса. Келесі ЕАС деген ол белгі бізде өнім Евросоюз таможнясынан адал және дұрыс өтті деген мағынаны білдіреді. Био деген сертификат ол өнім таза, эко деген мағынаны білдіреді. Және айнамен тарақ ол сіз қосымша ақпарат ала аласыз деген сөз. Енді массажный кремнің қолдануы туралы айтып өтейік. Массажный крем енді көп адамдар скорая помощь деп айтып жатады, жедел жәрдем. Неге? Себебі массажный крем ол атты массажный болғанмен, ол кейбір адамдар жасыл мазь деп айтады, крем деп айтады, спасатель деп айтады. Қараңыздар, массажный кремнің негізгі бастапқысы ол қыздырады және аурудың жаңағы несін алып тастайды, бірінші белгілерін алып тастайды. Мысалы қандай? Суық өтті, денеңізден суық өтті, мойныңызға, беліңізге, аяғыңызға қай жерге де суық өтсе де, сол жерге осы кремді жағып бірқатар суығын ала аласыздар. Екіншісі, ауыр көтердіңіз, немесе спортпен айналыстыңыз, сіздің мышцаларыңыз ауырып жатыр, сол кезде де массажный крем өзінің көмегін жақсы тигізеді. Сонымен қатар, мысалы, аяқ ауыр әйелдерге де пайдалануға болады, себебі бел деген әрқашанда ауырып жүреді, сол белге жақса болады, аяққа жақса болады. Және де аяқ ауыр адамдарға дәрі болмайды, бас ауырған кезде мына жерлерге жақса да массажный крем өзінің көмегін тигізеді. Және бізде көп жағдайда балаларға да жағып жатамыз. Ол қандай болады? Мысалы, бір жасқа толған 6 айдан асқан балаларда да бір жөтел, бір простуда пайда болғанда кеудесіне жағады. Және де бір керемет жері температура. Температураныз көтерілген кезде, сіз бұны массажный кремді табанға жағасыз. Балаға болсын, үлкен кісіге болсын. Ибупрофеннан да тезірек өзінің нәтижесін береді, себебі охлаждающий эффект наоборот кетеді. Оны табанға ғана жағу керек. Мен өзім солай ылғайда пайдаланамын. Келесі көмектесетін жері массажный кремнің ол бізде простуда. Енді бастап келе жатыр ғой, простуда болып келе жатқан кезде жағып қойып, көрпені жауып ұйықтасаңыз, сізге күшті нәтижесін береді. Сосын кейін тағы да ол гайморит. Гаймориттан да бізде жақсы отзывтар бар. Мына танауға жаққан кезде жақсы тазалап береді. Цистит алған отзывтар тоже алдық, оны жағып, даже ауырсаңыз да, ауырмасаңыз да жағып отырсаңыз, нәтижеге жетесіз. Және де сіздердің балаларыңыз спортқа, гимнастикаға, футболға бір жаққа барып жатса да, балаларға осы массажный кремді жағып бір қабат жеңілдетуге болады. Жалпы массажный кремдердің отзывтарын өзімнің инстаграм парақшама сілтеме қалдырам. Осы видеоның астында сілтеме арқылы өтіп отзывтардың барлығымен таныссаңыздар болады. Сәттілік!